Сәлем қыздар, жазда баклажан жеп тойып алайық. Қыста бұның бағасы шарықтап кететінін жақсы білесіздер. Ол үшін баклажанды алып жуып, ортадан қақ бөліп тіліп жібереміз де тұз себеміз. Яғни баклажанның ащы дәмі кетуі үшін. Және бұны азаптанып қуырмаймыз, пешке, яғни духовкаға пісіріп аламыз. Енді бізге баклажанның ішіне жағатын соус дайындау керек. Мұндай жаман жерлер кесіп алып тастау керек. Ол үшін енді бізге не керек? Кәдімгі чеснокты алып өткіземіз. Менің өткізетінім өтпей жатыр ма? Әрең өткізіп алдым, әйтеуір. Одан кейін барып чеснокты өткізіп болғасын, базилик деген шөпті қостым, және тағы да қосындылар, приправа үйіңізде қандай бар, соны қоса берсеңіз болады. Және зәйтүн майы, оливковое маслоны қосасыз. Анау баклажанның бетіне шыққан суды салфеткамен сүртіп аласыз да, дайындаған соусыңызды жағып жібересіз. Майын көбірек қойыңыз, тағы да айтам. Менікі диеталық болғаннан кейін майды аз салдым, сонда баклажаныңыз тегі жұмсақ болып шығады. Одан кейін помидор, яғни қызанақты бетіне әшекейлеп қоямыз. Духовканы 220 градуста қыздырып қоямыз. Одан кейін пергамент қағазға астына зәйтүн майын тағы жағып жібереміз де, бетіне ірімшік өткіземіз де, қызып тұрған духовкаға салып аламыз. 20-30 минутта дайын болады. Ал ас болсын.